Индивидуальный предприниматель. По идее мен адекватный, сексуальный. Мен де қызымды 100 деп санаймын, потому что мен де онымен жүрген жоқпын. Автобусқа жібересің басында. Жіберемін. Брусчатка шығаратын производством бар. Пофиг, алтын сапа, ренжімеңдер. Отношения, секс, психология. Киіз үйдің ішіне кіргізеді, нені застежканы жабады. Жоқ, қамыр илей аласың. Илей алам. Еркекші. Моцарелла галбан істей алам. Жуынбағансың ба, шығындар болмады. Дебат шоуға келіңіздер, менің әрбір сөзім цитата болады, әрбір әріпім мағыналы болады. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, достар. Бұл кезекті дебат шоу подкасты. Сіздерді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жаңа сезон, жаңа жыл. Кішігірім алдыңғы дебат шоу ойынына шолу жасап кетейік. Барлықтарыңыз білетін боларсыздар, алдыңғы ойында Ерғали Еңкәров қарсы Жандос Әміреге ойнаған болатын. Және де сөйтіп Ерғали мырза абсолютті чемпион болып, өзінің есімін дебат шоу тарихына алтын әріптермен жазып кеткен болатын. Енді жаңа жыл, жаңа сезон, барлықтарыңызға қызықты болып жатқан шығар. Бұл жолы кім шығады екен, бұл жолы кім ойнайды екен, келесі абсолют чемпион кім болады ау деген сұрақтар барлығы қызық деп ойлаймын. Ендеше сіздерді келесі дебат шоудың қонақтарымен таныстырып кетейін. 1, 2, 3 тадам деймін бе? Жастардан бастай бер. Көріп отқандарыңыздай, оң жағымда отқан өзімнің ағам Жапар Алидің шәкірті, энерго деген кезде есімізге бірден түсетін Аралбаев Рамазан мырза. Және де сол жақта отқан Рамазаннан артық емес, десе де кем түспейтін менің бауырым, Теоның түлегі Темірлан Есенов мырза. Микрофонды қинат жермей. Бұндай жерге бірінші рет келіп тұрмын. Осы қонақтар келесі дебат шоуда ойнайтын, сіздер үшін өнер көрсететін энергалық Рамазан мырза және теолог Темірлан мырза. Өте керемет бір ойын болады, өте керемет подкаст болатынына күмәнім жоқ. Ендеше біз бастаймыз. Бүйтіп дұрыстап түсіре салу керек еді. Басынан қоясай, көрсесаш. Қайтып хабарлашы мен. Сол жағымда отқан менің бауырым, Теоның түлегі, Теоның сері кардиналы Есенов Темірлан мырза. Соңғы жылдары бүкіл LDN дебат клубтарды жарып жүрген, және де келесі дебат шоудың абсолют чемпионы. Күлмейтін таблетка бар ма мұнда? Күлдірмейтін. Ендеше подкастымызды бастайық. Бірінші сұрақты Рамазан мырзаға қойғым келіп отыр. Рамазан мырза, сіз жағымпазсыз ба? Сен тауып ба? Кетті, ендеше оң қанаттан бастайық. Рамазан мырза, өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Я білем, сізді білмейтін адам жоқ шығар, десе де дебатқа енді келіп жатқан жас буындар үшін сіз әлі таныс емес тұлғасыз. Сондықтан өзіңізді айтып кетсеңіз, қайдан боласыз, немен айналысасыз, дебатта қанша жыл жүрсіз, тағысын тағы дегендей. Жақсы жағынан таныстырып жүр. Златан айтпақшы. You're welcome, дебат шоу. Қош келдіңдер. Енді басталады дейсіз. Менің атым Рамазан, көбісі Ромеке деп біледі. Сол Ромеке деген осы дебатта айтып біреу шығарып берген есім, сол есімде жоқ. Жалпы дебатта қалай әуеске түстім, бірінші курстан бері жүрмін. Ол, значит, 2017, қазір 2023 кетіп жатыр. Почти 7 жылға бара жатыр. Энерго дебат клубының аға буынымын. Координатор болдым, Энерго каптың бас төрешісі болдым. Одан бөлек осы дебат шоу деген проектіде ес білгелі организацияда жүрміз ғой қазір. Сол басқа не айтса болады. Жас буындар бұйырса, мына подкасттан танымай қойыңдар, дебат шоуға келіңдер, сол кезде дұрыстап танисыңдар. Романың хабарлағандай. Осындай республикалық ненің қатысушысы дейтін, дым результаты болмайтын адамдар болады, тек қатысушы осындай ненің өйткені деген сияқты. Сондай хабарлады ма? Орындарың бар ма?
трэш-ток дейсің ғой. Не, сразу сондай панчтар лақтырып жоқ негізі андай болады ғой бір бар дым ғой. результат жоқ адамдар осындай ненің қатысушысы халықаралық дейді да, бірақ на самом деле дым абыройы жоқ заттар бар да. біріккен ұлттар ұйымының рейтингінде 2018 жылдың пікірсайысшысы деген атағым болған. Сосын онлайн турнирлер алдым десей. Жоқ, ішкі турнирдің 4 дүркін чемпионы. Мен білемін, сен Аял Алақан чемпион екенсің ғой. Аял Алақан және анау мынауға бұйыра бермейтін ерекшенің чемпионы болдым. Өштің ба? Ерекше де негізі бұл кубокқа сен лайықтысың деп айтқан есіңде ма? Кім айтты оны? Сен маған. Қашан айттым оны? Мен сені құттықтап отқан кезде. Шамал мас болып қалған шығармын. Потому что финалға дейін 2 раундта сен менен төмен алып шықтың ғой. Оны ойында көрейік. Давай бұны жаба салайық. Все, таныстық. Грамотный спич. Ризамын. Енді келесі сол қанатта отқан Есенов Темірлан. Өзіңді таныстыра кетсең, қайдансың? Мен саған сен деп сөйлеймін. Себебі өзіңнің бауырымсың. Уважать етпейсің ба? Әңгіме уважениеде емес. Жоқ, былай да уважать етем. Арасында болады енді бірақ. Дебатқа қай жылы келдіңіз? Өзіңіз жайлы таныстырып өтсеңіз. Жалпы өзіңіз жайлы таныстырып өтсейші. Мен өзім Ақтөбе қаласынамын, Запад. Дебатқа 2016 жылы мектеп лигасында келдім, 8-ші классымда. Теоның түлегімін. Сенің буындасың, қатарласың. Жылымды айтпай қойын, жылым көп адамдарға. Жылы 2001. 2002. 2002 мен? 2002 ма не? Ё-майо. Танысып қояқ. Соғып кетші барып. Саған родной деп жүрмін ғой дешей. Сол басқа айтатын не бар? Бұлай дебатталардың бәрі таниды енді. Ромаға қарағанда лицом жақсырақ сол үшін. Ондай Рома сияқты таныстырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Типа қатысқан турнирлерім деген тоже керек емес. Көптеген турнирлер. Мен айтқан жоқпын ғой, сен аузымнан сұрап алдың ғой. Жоқ, мынандай турнирдің қатысушылары Энерго Кап турнирінің бас төрешісі деп мен де айтпай қойын. Тео Каптың бас төрешісі болдым, ұйымдастырдым деп та. Просто ана айтпай ақ біледі ғой деген. Жақсы. Қанша кубок бар? Давай сразу. Шүкір. Мектеп лигасының өзінде бір Жоқ, мектеп лиганы айтпай ақ. 40 шақты клубым бар. Кубогым бар. Студ лигада. Студ лигада өте мен қатысқан турнирлердің ішіндегі мықты, сен бас төреші болған Кемпепидің кубогы бар. Өте керемет турнирлердің бірі болды. Иә, өте керемет. Одан кейін Тео тарихында алмаған алтын сапа каптың бірінші чемпионымын Теоның. Санжардың арқасы. Өзің әңгіме жоқ. Жаппар Али мен Романы 1-4-те қадап жібергенбіз сол турнирде. Динараң арқасы. Иә, шүкір, әйтеуір алдық қой. Результат маңызды. Келесі тағындай кубок алып едім мен. Айта салшы, Рома, сен білесің. Санап жүр дейсің ба сені? Хотя өзіңдікі жоқ, менікін санамайсың ба? Жоқ, үйде кубоктарың тұрған шығар неде? Мен вообще кубокты өзім ұстамайды екенмін. Мен барлық алған кубогымды распундарға таратып берем. Күні кеше айтпақшы атудың алтысын алдым. Күні кеше. Құттықтаймыз. Әлі формадамын деген сөз ғой. Ромада ол да жоқ. Ол көмектеспейді ау. Рамазан, сенде қанша кубок бар? 0, ташкөн алып кетті. Өндегі жалғыз кубогым ташкөн алып кетті. Жоқ, прям қалған кубок болса сенде де отыр ғой, өзің айтып отырсың ғой, кубок қалмайды менде деп. Иә, құрсын. Екеуі ақ менде, иә. Бірақ қандай кубоктерді? Қандай кубоктер? Так, құрметті достар, түсіндіріп кетейін, неге келесі дебат шоуда осы екі кандидатты таңдадық. Барлықтарыңыз білесіздер, алдыңғы әр дебат шоуда біз қамшы тастау рәсімін жасаймыз. Қамшы тастаған кезде бізде барлық списокті қарап, сол списоктағы келесі ойынға шығатын кандидаттарды таңдаймыз. Яғни осы жолы да біз аға буындарымызбен ақылдаса келе, келесі дебат шоу сахнасына Рамазан мен Темірланды өте бір достойный адамдар деп таныдық. Екеуіне бір ауыздан айттық. Рамазан мырзаға айттық, осылай сізді Темірлан мырзаға қарсы ойнатқымыз келеді деді. Рамазан мырза өте қуана қарсы алды. Смело деді. Темірланға жаздық. Ромамен ойнағың келе ме деп болды. Смело деді. Екеуі бір-біріне келісіп
және біз осында отырмыз. Енді келесі сұрақ қойғым келіп тұр. Рамазан, неге именно Темірланмен ойнағың келді? Басқа соперник болған кезде немесе кіммен ойнар еді, немесе осы Темірланмен нацеленно ойнағың келді ма деген сияқты. Қазір жалпы былтыр дебат шоуға бір 10-15 адам қамшы тастады ғой. Оның ішінде бір нормальный соперник болған жоқ деп айта аламын. Ну, не только қамшы тастағандардың ішінде, жалпы қазір дебатта былай қарасам, дебат шоуға ойнап көтере алатын адам өте аз да. И бірінші вариант негізі Тима болды. Бірақ мен андай әсірелеп бола салсын, бірақ Тима екеуміздің ойынымыз негізі екі абсолюттің ойыны болу керек еді. То есть екеуміз екі сезонның адамы болуымыз керек еді. Түсініп тұрсың ғой, иә? Мен түсініп тұрмын. Иә. Мен 3 победа, Тима 3 победа жасап, екеуміз абсолют болып шығып, сондай ойын болу керек еді. Бірақ мен просто солай болсын деп бір скучный ойын таңдағым келген жоқ та. И сол үшін уже дебаттағы уақытта кетіп бара жатқан соң, все, онда Тима болса, Тимамен ойнап қалайық деп. Көзіме рас келіп кетті. Барым қолын бере бермешін, ыңғайсыз екен. Тима, сен не дейсің? Тоқтасай, мен екінші сұрағым бар ғой сенің. Тима болмаса басқа кім деген сұрақ болды ғой. Не үшін Тима деген сұрақ? Бірінші сол, екінші, жалпы мен қазір жақта пассивно болып отырмын, бірақ кәдімгі элді болған кезде, мысалы Тималарда біледі ғой, ерекшеде қалай жеке басқа шамалып, қалжыңдап деген сияқты ойын болады да. Ол дебат шоуда оны ешкім исключать етпейді ше. Сол үшін бүйтіп потенциальный соперниктарды қараған кезде, ой, Тима ренжімейді, өзіміздің бала. Ол да маған прикол ұстай алады, мен де оған ұстай аламын. Сондай ойын керек болды да. Тима болмаса, екінші вариант бар. Мен оған прикол ұстаушы едім деген мақсатпен емес. Алтын сапада Құбыла деген қыз бар. Тоже элдіні жақсы ойнайды и фан өте керемет ол қызда. Тима деген адам бұл өмірде жоқ болған кезде мен Құбыланы таңдайтын бедім мүмкін. Құбыла кешір. Өте керемет. Құбыла да соңғы кездері мойындау керек, элдіні прям жарып жүр. Темірлан, өзіңнің ойың, неге Рамазан? Рамазан болмаса кім болар еді? Бірінші екінші сұрақтан жауап берейін сразу. Мен де Құбыланы таңдайтын едім. Шынымен. Құбыла мәз болады дейсің, онан естіп алып. Үстіміз бірлей дейсің? Потому что Құбыламен негізі екеуміз UIB-дің бір негізі элдінің сөзін шыны керек. Дебат шоуға ұқсас элдылар, дебат шоуға ұқсас ойындардың бәрі көбінесе UIB-де болады ғой, негізі турнирлер, олардың элді тақырыптары барлығы всегда тема болады, мойындау керек. Сол кездің бір жүрек жылуының финалында Құбыла екеуміз қатты ойнағанбыз. Мен ол ойында болдым. Иә, қалай болды? Тема болды. Потому что шатаспасам Қарар бұл кандидат мен кете берейін деп есептейді. Мен әлі күнге дейін типа сол есте қалатын ойындарын десе соны айта аламын да. Мысалы, сол кездегі жаңа кімдер болды? Төрешілікте отырған сол UIB-дің аға буындарының өзі айтады да, Палмағамбетовтерден кейін бұндай шоу ойын болмаған еді негізі, типа UIB-дің типа уровень осылай істеп бергендеріңе рахмет деген сияқты әңгімелер болды да енді. Сол үшін Құбыланы таңдайтын едім шынымен. Негізі жаңағы Рома айтып отыр ғой, Тима прикол түсінеді деген сияқты. Дәл осындай тема менде Құбылаға да бар да, Ромаға да бар. Енді сіздер Роман предлагать еткесін маған легкая добыча дейді. Шутка. Рома негізі бір сөзбен айтқанда роднойым ғой дебатта. Өте қатты маска кимейтін, бәрін какест айтатын, приколдарымызда какест барлығы болатын, бірандай шоу болатын болса қызық болуы мүмкін да. Құбыланы может қатты прикол ұстап қойып ренжітіп жіберуі мүмкін да дебат шоуда. Қатты прикол ұстап кететін болып жатсақ, ал Рома екеуміз шыққаннан кейін оны күліп обсуждать ете аламыз да. Сол үшін Рома болған жақсырақ. Келесі сезонға иншалла таңдаймын ғой Құбыланы. Көреміз. Ол отқан жағдайда ғой. Иә, енді иншалла. Бұйырса бауырым, шоу алды шоуға мүмкіндік береміз қайтадан ойнауға. Тағы да ма? Иә, кімдермен? Ладно, айтпай ақ қойшы. Дебаттан өзің айттың ғой жаңа, уже дебатты аяқтайтын карьерам болып қалды, кетейін деп отырмын деген нәрсені. Абыроймен шығарып саламын ғой өзім. Жақсылап шығарып. Иә, достар, осымен қойық. Келесі сұрақ. Давайте дебат жайлы кішігірім талқылап кетейік. Дебаттағы сіз еліктеген дебатерлар, немесе турнирлар, өзіңіздің есіңізде, жоқ, битейік лучше, сұрақты былай қойын. Сіз ұнататын, мойындайтын топ 3 дебатер. Топ 3 қиын болып қалады негізі.
Бірінші орында по-любому Есенжол Марғұлан жарқ етіп өткен жұлдыз ғой тоже. Бір сезон былай шығып, барлығын жайпап. Енді бір жағына фанатизммен айтып жатырмыз ғой. Барлық турнирді алып тастамаған адам. Бірақ басқа клубтың аға буындарымен сөйлесіп тұрған кезде, енді біз қараңдар, біз қанша жыл кубоксыз жүрдік, мен мысалға 4 курс бойы алған жоқпын, сен де алған жоқсың. Сөйтіп басқа клубтың аға буындарымен сөйлесіп тұрған кезде, Беканка простительно ойында. басқа клубтың аға буындарымен сөйлесіп тұрған кезде, Марғұлан қайда, кезінде айырып еді деп ше, барлығымыз қорқатынбыз деген кезде, сол бізге жұбаныш болатын да. Сол үшін Марғұлан мырза по-любому жүректе болады. Екінші мойындаған. Білмеймін, кезінде мен почему-то Алиді мойындаған екен. Атудан кейін жоқ дейсіз. Жоқ, не только ату, мен Алимен қанша турнирге шықтым, екеуміз алуымыз керек деп. Болмай қойды, білмеймін, Али слишком честный болған үшін ба, содан кейін де болмады деп ойлаймын. Сол үшін Алиді көп адам уважать етеді. Мүмкін, иә. Не үшін? Любой неге жайсыз. Давай, біріншісі Марғұлан, екіншісі Али, Бола салсын үшіншісі Әлібек Сандыбек. Көкжал? Көкжал, иә. Тема. Үшіншісін өзіңді айтасың ба деп ойлап едім шыны керек. Жоқ. Ладно. Тима. Мен үшін топ дебатер өзіміздің Нұрсаға. Нұрсұлтан Нұрсипат. Бір ойнап тұрсын қазір. Энергокаптың финал есіме түсіп кетті. Тима шайған кезде. Иә. Есімде. Осыны алам ғой бұйырса. Нұрсұлтан Нұрсипат, енді ол теолог болған үшін біз, ол мен мектеп лигасынан қарайтын адам. Легенда ғой бір сөзбен айтқанда. Одан кейін Жазира ханым, алтын сападағы, если ойынмен судить болсақ, Жазира Жөндербек. Одан кейін үшінші адамды обязательно аға буын болу керек пе? Жоқ, өзіңнен кіші болсын. Сен мойындайтын, ойынына қызыға қарайтын. Маған ойын, енді әркімнің ойынына ұнай беруі мүмкін да. Мен көбінесе басқалардың мойындатқан адамдар обязательно күшті ойнау керек, мен үшін күшті игрок болу керек дейтін понятие жоқ. Иә. Мен мысалы кеше осы соңғы Айлалақан турнирінде, прикинь, бір Гүлнұр деген қыздан ұтылып болдым. Алтын сапаның 2-ші курс па, 3-ші курс па, білмеймін. Неге таңғаласың? Слишком қатты недооценивать етіп қойдым ол қызды да. Бірақ андай ойыны маған ұнады. Ұтылып болдым ол қыздан. Помнишь, ана екеуміз ішкі турнирлеріне барған кезде алтын сапаның финалда дамирлермен ойнап ұтатын қыз ше? Иә. Сол қыз. Сол қыздан ұтылып болдым. Просто ол мүмкін кешегі свежий болған үшін миымда қалып болған, типа андай ойбай күшті ойын болды деген кешегі свежий. Кеше ғана болды енді турнир. Сол үшін Гүлнұрды айтып отқан шығармын. А так негізі көп қой. Нұрхан да мен үшін четко ойнайды. Оның негізі Нұркен де мен үшін четко ойнайды негізі. А так осы Гүлнұрды айта салайын. 2 аға буын, 1 жас буын болсын, сол әділет. Дұрыс. Так, келесі сұрақ. Бетек, енді Тима әлі дебаттың бітіргеніңе алдыңғы жыл болды, Рома бітіргеніңе уже 3 жыл болды, бірақ десе де әлі де неге турнирға қатысып жүрсіздер. Бір глобальный проблемадан қозғап кетейік. Қазіргі таңда дебатқа не жетіспейді деп ойлайсыздар? Немесе дебатта нені өзгертер едіңіздер? Ответін дайын ба, айта бересіз? Жоқ, айта бер. Менде ответ та жоқ. Мен ойымша ештеңе өзгертудің қажеті жоқ. Иә. Ответ па бұл уже? Иә. Не үшін олай ойлайсыз? Жоқ, мен просто проблематиканы көріп тұрған жоқ. Саған не ұнамайды дебатта? Дебатта сонда проблема жоқ дегің келіп тұр ма? Білмеймін, маған ұнайды. То есть қалай бар, тура солай, без каких-либо. Ол просто андай қылып төрешілерге брифинг жасау керек, бүйту керек, сөйту керек, әрбір түрінен банально ол заттың барлығы. Ол по-любому біз айтайық, оны Ерғалида айтып кетті, оны Нұрханда айтып кетті, оны тағы білмеймін, оны Бердімұраттардың кезде дейін айтып кеткен шығар. Ол бірақ ол проблема әлі күнге дейін бар да. Оны айтқанмен ештеңе болмайтын сияқты. Мне кажется, қазір АПФ дейтін ұйымдар более соған жұмыс жасап отырған сияқты. Типа біз оларды хейтит етпей, наоборот, красавчик солардың айтқанын не істеуіміз керек. Потому что оны біз істемейді екенбіз, біз просто бүйтіп айтып кеткенмен істеп отқан адамдарды қолдасақ, сол проблема и так шешілетін сияқты болды. Блиц сұрақтар қояйын, тез жауап беруге тырысайық. Сіз ұнайтын 3 топкап?
3 топкап, Сізге сду ұнайтын. кап, сду 1. сду обязательно, алтын сапа, ну именно Аль-Фараби шәкірттері, и ТО, БПФ үшін тоже. БПФ қатты ұнайды. БПФ қатты ұнайтын адам ұқсап. Тиман. Мен үшін эздукап, БПФ үшін деп айтпай ақ қойын. Просто эздукап гештальт, одан кейін технокап. сду алмадың ба әлі? Студлигада 2 рет, мектеп лигада 2 рет алдым. Мектеп Эй! емес, брат. Садикте алған шығарсың, брат. Садикте де алдым. Базар жоқ. Студта алу керек енді. Эзду, технокап. Технокапты алдыңғы жыл мені жаман қадап жүрді, сол үшін алу керекпін. Сосын, Асан қадаған жоқ па? иә. Асан кеше де қадап жүрді. Мұны қырқыптандар де. Сосын энерго. Без прикол. Реально. Реально, без прикол. Сен екінші орын алып қалдың ғой Нұрсұлтан ағамен. Соны жабу керек қой. Просто осыған дейін именно Просто дебат жоқ. шоудың подкастына келеді да, Ерғали солар. Жоқ, шынымен энерго дейді да, Жоқ, потом басқа валлахи, жаққа барған валлахи, кезде валлахи. вообще энергоны айтпайды. Валлахи дейді. Валлахи. Потому что екеуінің ауыздарың жабайын деп едім ғой. Нұрсұлтанның Нұрсұлтанның қасында көлеңкесінде алып қойдың, шайдың деген әңгімелерді. Сіз Базар жоқ, бар Жаннамен ғой. қатысайын деп отырмын ғой. Кіммен? сонда Жаннамен. Ол жанның арқасында ғой да. Бұйырса, кел. Бұйырса. Естідіңдер ғой? Еститін құлаққа естірттік қалған. Қадап тастаймын. Келесі сұрақ. Өзіңізді 3 сөзбен сипаттаңыз. Өзімді 3 сөзбен. Өзіне сенімді. Нормально. По идее мен адекватный. По идее. Жоқ, шынымен. И сексуальный. Ондай сөзді айтуға бола ма деп жоқ подкастта. Жоқ, қасиет қой да. Қандай? Қасиет. Жылдармен Оның өзін айту жеткен қасиет. Жоқ, сен айтқан жаңағы сөз бар ғой? Айтшы өзі, мен айта алмаймын. Ол не емес па? Әркімнің өзінің ойы емес па? Мысалы, ол Мен ол жайлы олдай деп как ойламаймын. бақыт деген сөз сияқты ғой, понятие растяжимое. Мысалы, сен үшін айтшы. Жоқ, сен не дейсің? Жоқ, мысалы, мен үшін сексуальность ол условно, ладно, қолмен көрсетпей ақ Ол қояйын. менің әкем де шешіп отырсың. Иә, например. Сен мені сексуальный деп ойласаң, мен сенімен араласпайтын едім. Мейлі. Сен Обаятельный. Дерзкий. Абьюзер. не үшін абьюзер? Осы сөзге тоқталып кетейікші. Бәрі солай ойлайды. Бірақ На самом по деле факту. ондай емеспін негізі. Жоқ, Жоқ, сен не үшін үшін айтып жатсың, брат? жоқ, тоже осы жерден тоқтатайын. По сути, абьюзер деген сөздің әркім әрқалай айтады несін. Сен үшін абьюзер деген қандай? Может, типа, мен әр адам өзін типа всегда ондай нелерден жаман қоғамдағанда абьюзер дейтін типа жаман ғой енді. Сондай жаман атақтардан өзін сақтайды ғой. Бірақ енді қоғамның абьюзер деп қойып қойған нормасы бойынша, ТО-дағы сестренкаларымның айтуы бойынша, қызымның айтуы бойынша абьюзер шығармын деп ойлаймын. Өзімді соңғы кезде типа окно авертона бар, бәрі айта берсе, өзіңді сондай қылып қабылдайды екенсің да, жайлап ше. Мен ойымша абьюз деген это когда сен қызыңа ешқандай не бермейсің. Свобода. Пространство. Ондай жоқ енді датау. Жоқ, сен үшін абьюзер деген не? Абьюз қандай? Шынымды айтсам білмеймін просто. Менің ойымша абьюз деген, мысалы, Рома, сен менің қызымсың да, мен саған айтам, қысқа киме, клубқа барма, менің айтқаным істе, маған келін керек, тағысын тағы. Сен мнениеңді өзіңнің, там мен жұмыс істегім келеді, мен не істегім келеді, маған вообще қызық емес, осы абьюз. Я ол сенің ойың ғой. Не ол? Сенің ойың ғой ол деймін да. Жоқ, бұл общепринятый норма емес пе? Значит, сен абьюзер емессің. Мүмкін, иә. Сонда сен қызыңа клубқа баруға рұқсат бере бересің ба? Жоқ. Значит, сен абьюзерсің деп. Ладно, давайте бұл теманы жаба салайық. Не, кстати, қыз жайлы әңгіме кетті. Отношения жайлы сұрап кетейік. Рамазан мырза, жүріп жатқан қызыңыз бар ма? Немесе жоқ, жалпы өзіңіздің отношения жайлы ойыңыз қандай? Қазір негізі жасыңыз 23-ке келді. 23 жаста. 22. Енді толам, 22 ғой. Сен қаншадасың? 21-десің, сен 22-десің. Енді Шиголдар екесіңдер ғой. Жоқ, өзің ойың отношения жайлы. Жалпы. Отношения не ой болуы мүмкін. Қандай ой не болуы мүмкін? Сұрақтың өзі қате болды. Тоқта. Былай қойын. Сен өзіңді в отношениях болсаң, по 10-бальной шкале қандай жігіт болар едің? 10. Жоқ, без прикол айтам. Ну,
обосной енді неге Аха. именно дейсіз деген сияқты. По Жақсы. каким причинам? Мен милый жаңағындай абьюзер болмайтын едім, иә. Ешқандай границасын шектемеймін. клубқа жібересің ба сонда? Жіберемін. Давай. Қысқа ки десе. Кие берсін, если өзіне комфортно болса. Потому что мен өзіме сенімдімін. Басқа жігітке кетіп қалмайтынына сенемін. Кетіп қалса, значит, маған достойный болмады деген сөз. Вот сондай логика. Жоқ, мен осы жерден ойымды қосып по сути, мысалы қызға қысқа ки деу бар ғой, ол сенің өзіңе деген Маған сенімділіктен қарай емес. жақындап отыршы сен. Тоқта, Екеуміз бір сен ойдамыз осы сұрақты жайлы. солай қойдың ба? Қысқа ки деп айтасың ба дедің ба? Жоқ, қысқа кием десе рұқсат бересің ба дейді типа. Берем, иә. Жоқ, просто Ол- бекап былай түсініп қалды ғой. ол- Қысқа ки деп айтасың ба деп. Мен олай айтпаймын ғой. Бірақ қысқа киме деп те айтпаймын. Короче, полный карт-бланш бересің Ол өзіне. типа свобода бергенде емес сияқты, мне кажется. Неде онда? Тақа бар ма мына жерде? Не ол тақа деген? Каблук. Соның астында болса қорқатын сияқты. Рома. Каблук деген тақа ма не? Прикинь. Қазақшасы, иә. Или батыста солай айтады. Батыста шығар. Естімеппін. Жоқ. Олай емес, каблук. Каблук деген Вообще, каблук деген сөз жоқ қой негізі. Неге жоқ? Саған қарап шығарған ғой сол сөз. сонда сен Романы каблук болады деп ойлайсың ба отношениях? Иә. Не үшін? Қандай жігіттер каблук болады? Сен сияқты. Жоқ, айтса енді. Приколмен қандай жігіттер каблук болады? Приколмен. Жоқ, жаңағыдай типа андайлар болады ғой приколдарда. Мен қатынды былай ұстаймын, бүйтемін, сөйтемін дейді да, бірақ на самом деле андай ештеңе істей алмайтынша. Бірақ Рома өзінің каблук екенін мойындап отыр да, кигіземін, мен бүйтемін, сөйтемін деп. Типа Жоқ, тоқта. Жоқ, Сенің ойыңша полный карт-бланш беру қызға ол каблуктық па сонда? барлық жағдайда емес шығар енді, Олай бірақ емес. бар иә ондай. Каблук деген... Тоқташы, каблук Қара. деген не? Айтшы, давай, дефиниция берші. Қорқады, қызынан қорқатын жігіт деймін. Аха. Дефиниция деп дебаттағыда айтпай қойыңдар. Жоқ, енді басқа аузына Қалай келген сөз. қорқады? Типа ұрады деп қорқа ма или Жоқ, қалай? құрсын. Кетіп қалады деп қорқап бүкіл нені бере ма? Иә, манипулировать етеді қыздар, или андай бірдемені артық айтып қоюға қорқады, өзінің ойын айтуға қорқады. Сондай шығар мүмкін. Каблук деген міне бір оқып мысалмен көрейінші. түсіндіріп берейін, иә. Каблук деген типа Мен біреулер де дос балалар шақырған кезде мен әйеліме айтуым керек, сұрануым керек дейтін жігіттер да. Ал менің ситуациямда олай емес қой, мен просто свобода беріп жатырмын, но менің свободама да ешқандай не келіп жатқан жоқ. Жоқ, қызың сенің свободаңды бүйтіп қысқартсашы. Қысқарта алмайды. Потому что мен оған свобода беріп жатырмын, ол да маған беру керек, типа солай ғой логикасы. Бермесе ше. Мүмкін емес солай. Маған свобода бермесе. Сондай қыз жолықсын. Амин. Сен в отношениях барсың ғой? Иә. Қалай болып жатыр жалпы? Қалай болып жатыр? Жоқ, сен абьюзерсің ғой негізі, өзің айтып отырсың, өзім абьюзермін Істейтін бір деп. өзін нәрсесіз. Аптасына қанша рет тиісесің? Мына жерде 40 айға мынау қате болды мынау. 6 ай ма болды? 6 ай? Тиіспегенме? Мынау шлей кетіп жатыр ағайын. Өздерің прикол сұрадыңдар деші. Жоқ, мен тоже в отношениях-пын. Но мен... Дебаттың қызымен. Иә. Халық жауы. Тео, да? Тео жауы. Ладно. Жоқ, мен бітіріп кеттім ғой, маған болады. Қанша болды? 6 ай болды ғой жүргеп жатқаныңа. Иә. 6 айдан қазір алыпсың. Жылдың соңы ғой, 4-ші жылдың соңы. По-любому 4 Иә, иә, жылға иә. Знаешь, сен правиланы бұзып тұрсың. Жүрекке әмір жүрмейді ғой. Осылай сөйлеп кеттік па. Қалай жалпы? Тема? Өзіңді жігіт ретінде 100. мен сұрағым бітірген жоқ. 100. Неге 100 деп ойлайсың? Сол. Типа в отношениях идеалмын деп ойлайсың ба? Жоқ, лучше былай сұрайық, қойыншы. Жоқ, қыз баласына не керек, типа, ұл баласынан? Защита керек, дұрыс па? Защитаны беріп жатсың. Ой, ол жағынан сәлменелерім болмасын десін. Защита беретініме тоже 100% уверенмін. Типа, олдан кейін не ол? Обеспечение керек па? Енді қазір енді типа Шүкір Алла. полноценно былай обеспечить етіп, мынау сенің маникюріңе $100 деп лақтырып тастайтындай жағдай емес та. Потому что енді қазір көтеріліп жатырық қой. Бірақ сондай боламын ғой, иншалла. Сол үшін өзімді 100%, потому что қызымның маған деген ешқандай обидасы жоқ, принципі жоқ, ол менімен жүрген үшін бақытты. Сол үшін мен өзімді 100 деп санаймын.
дұрыс дұрыс. Мен де қызымды 100 деп санаймын, потому что мен де онымен жүрген үшін бақыттымын. Мынаны көріп Мынау кәм біздің қыз кіріп деген кете салды ғой. біздің қыз деген бүгін пост салайын деп тұр ғой мен жай. тақа дедің ба жаңа? Тақа еще все Мына бала кетіп бара жатыр ғой уже. Қорқасың ба қызың тастап кетеді деп? жоқ. Қорықса ладно, жақсы, бұл отношения темасын жабайық. Так, келесі сұрақ. Жалпы өзің қандай сферада жұмыс жасайсың? Қай нишада? Сол жайлы айтып кетейік, потому что не үшін сұрап жатырмын. Дебатта білесіңдер, барлығы бір-бірімен араласады. Қазіргі Алмас мырза айтпақшы, нетворкинг это самый основной ключ деген сияқты. Кейін менде вопрос болып қалса, там Жақында көргем сол Алмас мырзаның несін. болады. Мен ал кезде радиотехника, электроника, телекоммуникация мамандығында оқыдым. Сол сферада жұмыс істеймін. Ол сфераны мамандықтың атымен көбісі түсінбейді, бірақ ол былайша айтқанда интернет қой. Интернет жүргізу. Түсінікті деп ойлаймын интернет деген сөзбен, иә. Мен қазір сол уже фридомда істеймін деп айта берсем болады. Уже. Кремль Эканың арқасында. Өзім сөйлестім. Жаңа мен басқа қалаға көшіп бара жатырмын. Қош болыңдар. Қай жаққа көшіп барасың? Қонаевқа. Сол жақта фридомға кіріп жатырмын. Бұйырса уже на подкаст шыққанға шейін сол жақта жүремін уже. Сол сетевой инженер должности бойынша халықты интернетпен қамтамасыз етеміз бұйырса. Бізде Қазақстанда интернет Кореяда мықты дейсің ғой, сен сияқты адамдардың Японияда брат. Япония ма, иә. Тима, сен мен білетін Темірлан, индивидуальный предприниматель, бизнесмен, жеке кәсібі бар. Тап дейтін бе? Тап бренд. Тап брендінің Брусчатка. основателі, брусчатка құяды, жасайды, да? Бәрін Өзің айтып айтайын кетсең, мен бәрін білем, просто не істейтін. Қарыз ақша сұрайды да просто. Шынымды айтайын, мен өзімді типа бизнесменмін деп айтуға ұяламын негізі. Потому что скромный жігітпін ғой сондай. Бірақ типа андай историялардан біреулерін қарасаң, ана инфо-цыгандардың осы жылда 70 миллион оборот жасап заппыз, бүйтпіз, сөйтіппіз деп айтады ғой. Бірақ соның 70 миллионның нақты пайдасы өздеріне 1 миллион болса жақсы да. Солардың қасында сен Олардың қасында мен өзімді типа иногда сондай адамдардың инфо-цыган достарым көп, прям жақын араласатын, ренжіп болмасын. Бірақ солардың қастарында мен более прибыльный бизнеспен айналысатын сияқтымын. Өзімді олар өздерін Инстаграмда страницаларына кіріп қалсаң предприниматель деп қояды ғой әйтеуір ше. Ондай қоймасақ та әйтеуір жазда сезонный өзім қаламда брусчатка шығаратын производством бар. Как цех деп айтуға болады. Енді цех деп айтуға ұяламын, потому что өзімнің ауламда жасағасын, мен аулам үлкен, гаражда сондай цехта істеймін. Зато өзіме оны бірінші курсымда бастағам. Одан кейін арман қуып дейма, Алматыда осы қалу үшін Алматыдан брендированный пакеттердің сыртына бренд салатын, бұйырса дебат шоудың энергоның пакеттері болса хабарласыңдар. Сондай пакеттердің сыртына бренд салып беретін бизнесті аштым. Ол тек қана пакетке ма или любой поверхностьқа ұра бересің бе? Жоқ, типа пакет, картонный, сондай нелер, сосын жаңағы қалай айтуға сақина не алатын болсыңдар, коробкалар болады мындай кішкентай. Вот солардың сыртына тоже істеуге болады. Өзінің определенный істейтін заттары бар. Мен ол бизнесті енді кіріп атқасын, мен саған қазір толыққанды айта алмаймын, мен вот деген сияқты. Первоначальный нелерін бастадым. Сол үшін тойбастар бірдеме деп реклама істеп кетсін де. Сондай болатын болса хабарласыңдар спокойно, по-свойски бәріне рекламамен. Ерқанат жасаған бизнес қой деп айтамын дебатерларға. Иә. Тема дами берсін, барлығы жақсы бола берсін. Рамазан ақ тілектеріңізді айтып қойсаңыз. Құтты болсын, иә. Бұйырса дебат шоуға реклама ретінде бір пакет шығарып алып келсем болады дебат шоу. Ол сен суретіңмен бетіне. Болды. Рахмет. Да, кетті, келесі сұраққа көшейік. Соңғы жаңалықтарға байланысты қазір жалпы мен негізі өзім қалай байқадым? Бір 2-3 күн бұрын Инстаграмға кіріп, бүкіл қыздардың историясы пост болып кетті про домашнее насилие. Мен неге бұндай ажиотаж болып жатыр десем, оказывается, енді детальға кірмей ақ қойын, бірақ сондай бір үлкен домашнее насилие болыпты, бір чиновник өзінің әйелін ұрып соғып деген сияқты. Өліміне кінәлі. По статистике Қазақстан домашнее насилие бойынша топ 10-да әлемде. И осындай үлкен бір глобалды проблеманы қозғағым келіп тұр. Рамазан, неге сенің ойыңша біз осындай дәрежеге түсіп кеттік? Немесе біздің басты қателігіміз қандай?
негізі ол ажиотаж только ол депутаттан шыққан жоқ, именно сол ситуация болған кезде сол аптада резко үш сондай ситуация болады прям Пик болды. Қазақстан бойынша. Иә, біреуі тамағын пышақпен кесіп тастайды, екіншісі өлтірді, и үшіншісі тағы сондай. Поэтому шу болып кетті. Негізі өзімше қиялдан пост жазғам, но соны былай примерно есімдегімен айтып бере салайын. Насилие неден шығады? Еркек адам өзінің әйелін немесе қызын контролировать еткісі келу деген желаниеден басталады да. Типа ол менің қызым, ол мені тыңдау керек деген сияқты логика ғой. И ана қыз сол желаниесіне қарсы шыққан кезде вот еркекке ұнамайды да, мынау неге маған қарсы шығып жатыр деп. И бүкіл насилиенің причинасы негізі осы болып табылады. Біреудің желаниесіне екіншінің желаниесі сәйкес келмеуі да, то есть негізі сәйкес келмеуі дұрыс, потому что екі адамның өзінің өмірі болу керек, иә. И содан шығады. Но жаңағы депутаттың ситуациясын негізі исключить етсек болады, потому что ол айтады ғой, адам емес деп ше, монстр дейді ғой шынымен. Потому что фотоларын көрген жоқпын ана қыздың. Мен негізі телеграмда да фига там трэш контентқа подписан адаммын да, там адамдардың қаны шығып жатқанын ше. Но именно сол қыздікін таба алған жоқпын. Бірақ туысқандардың айту бойынша андай адамның белгісі қалмаған дейді да үстінен. И депутатты по идее адам деп айтпаса болады. Оның причинасы просто психикасы, по-моему, дұрыс емес. А так бүкіл насилиенің причинасы сол ғой. Еркек адамның контролировать еткісі келу желаниесінен басталады. Ендеше абьюзерден сұрайық. Жоқ, әзіл барлық әзіл. Жоқ, Тима, сенің ойыңша неге Қазақстан сондай дәрежеге түсіп кетті, немесе жалпы именно біздің менталитеттің кесірі деп ойлаймын өз басым. Неге біз қыздарды сыйламаймыз? Жоқ, бұл білмеймін, мен ойымша бұның причинасы көп сияқты, определенный причина жоқ. Оған біреулер ішіп келіп жасауы мүмкін ондай нәрсені ше. Енді бұна айтқаным дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін, қалай болатын. Көбісі не по любви үйленеді ғой негізі. Сондай жағдайларда да көп болатын сияқты, потому что негізі қыздардың көбісі ақшасы бар жігіттерге бүйтіп қызығады ғой негізі деп. Ақтап алайын ба өзімізді? Ақшасы жоқтарды. Жоқ, негізі сөйтіп қызығады да, бұл серьезно мен өзім ойым баяғыдан типа иногда болады да, бір өзіңнің ойыңды бір жерге айтқанда бір ішің тынышталып болады да, айтайыншы осы жерде. Қыздардың негізі көбісі сол балалардың там ақшасына, машинамен келгеніне, там күшті гүлдер бергеніне, жаңа эйфория уақытында істеген іс-әрекеттерінің барлығына сынады да, короче. Сондай болады. Одан кейін ол бала ол қызға үйленеді, там басқа нәрсе болады, а ол бала уже андай барлығы оған доступны болып үйренген да, короче. Түсіндің бе, ол типа байдың балдарында. Ол мүмкін ол списокте типа өзі көтерілген де адамдар бар. Но кейбір байлары бар, андай ақшаны былай оңай келген, доступны, ешқандай қадірін түсінбейтін да, например. Сондай адамдардың кесірінен ол қыз да уже оған доступны болғаннан кейін оның қадірін түсінбейді да, например ше. Сол үшін типа ол үйіне ішіп келуі мүмкін, үйленгеннен кейін тағы басқа нәрселер болуы мүмкін. Сол уақытта қыздың сен неге үйтесің, бүйтесің деген нәрселерін көтере алмайды да, жаңа романкіне ұқсас. Сол үшін жаңадай нәрселер көп болуы мүмкін. Причинасы көп қой, айта беретін болсаң. Бір тойып секрет дейді ғой, короче, сол сияқты. Ондай темаларға мен өзім, вообще мен негізі ондай серьезный темаларда көбінесе нейтральный позицияда андай өзімнің ойымды ішіммен сақтап болғанын жақсы көремін да. Көп айта бергім келмейді негізі. Бұл позицияда қызық негізі. Нейтралитет деген позиция, ондай позиция жоқ қой негізі. Либо сен, мен соны қолдаймын, либо жоқ, мен оны қолдамаймын. Ол нейтралитет деген самый андай не сияқты. То есть, егер де барлығы осындай эгоист болса, дальше жалғасып жүре беретін сияқты деп. Потому что ертең шығып жүрмеңдер осыны. Көп андай ненің біз бір ғана несін көріп тұрық қой, бір ғана жағын жоқ, оның алдында не болған білмейміз. Может, ол әйелі оны бұрын біреумен изменять етті, может басқа болды, содан ашынғаннан келіп бірдеме істеді ма білмеймін. Сол үшін типа роман монстр деп айтқан білмеймін енді. Білмейміз да, короче, оны. Так что бір жағын көріп айтқан. Иә, дұрыс. Жақсы, бұл теманың айналасынан шығайық. Келесі, Рамазан, өзің жайлы ешкім білмейтін, телеграмға пост салмаған, инстаграмда постың жоқ, бір факт айтып кетші. Не просто факт, а бір қызықты. Типа, мен мына факт арқылы Романы бір жаңа қырынан таныдым ау. Рома, оказывается, профессиональный виолончельді ойнайды екен ау деген сияқты факттар. Ондай жоқ. Но, кстати, да, мен боксермін деп боксер ретінде күлкім келіп кетті. Көп затты көрсетіп қойған мен уже инстаграмнан. Но
мен негізі синтезатор тарта аламын. Қойшы. Иә. Музыкамен ойнай аласың ба? Жаттап алып, иә. А, Нота бірақ танымаймын, нота мен танымайсың. образование жоқ онда. Но ол да өнер деп білемін негізі. Дұрыс. Жақсы. Рома синтезаторда ойнайды деген шықтасам да түсінбеген. Темірлан, сен әнші болдым ғой. Серьезно? мен Әнші? Иә. Даусың әншіге дауыс болу керек қой. Жоқ, без прикол. Потому что ана кімді білесіңдер ма? Молдашев дейтін блогерлерді, инстаграмда жүретін, Ақтөбенің Опучук дейтін блогерлерді. Опучук. Опучуктың асында жүретін Молдашев, Баха, Берік дейтін, мысалы Берік дейтін мен двоюродный ағам кәдімгі. Жоқ, мен көбіне Сабуров, Иә. Мұхамеджан Тазабек соларды көреді екен бауырлар. Потому что типа біздің неде бар екен да, оказывается, атамыз өлең айтады да, немерелеріне берілген ғой, балдарына берілмеген, бірақ немерелеріне берілген. Например, менің туған братишкам өлең айтады тоже қазір. Мен мектеп кезінде дебатқа дейін қатты фанат ететін осы өлең айтумен. Если қазір айтсам күлесіңдер. Бірақ типа не үшін тастап кеттің онда? Республиканский нелердің, в общем, несі болдым, до того сондайға дейін бардым ғой. Қандай жандарды айтасың? Қандай жанр? Жоқ, андай. Енді кип-поп емес, рок-н-ролл емес Жоқ, енді. мен сен кәдімгі ән айтасың Бабаларым ғой. аңсаған дейтін өлеңдер айтамын. Ән айтасың ғой, рэп емес. Жоқ, Ән дауысың просто конкурстарға қатысатын, енді мектептегі бүкіл концерттердегі, типа, менсіз концерт өтпейтін еді деймін ба? Термеді. Иә, термеде айтқам натуре тойларда. Сың-сыңды. Туысқандардың тойында. Сондай. Маза жоқ. Неге тастап кеттің дейсің ба? Просто адамда андай болады екен да, переходной возраст дейтінші. Ол уақытта негізі адамға өлең айтуға болмайды екен, короче. Өлең айтып, дауысын нагрузка түсірсе, дауысы низкий кетіп қалады дейді да, короче. Менде сондай болды. Типа, Бірінші естіп тұрмын. Мен де. сондай ма? Айтқан жоқпын мен саған? Жоқ, переходной возрастта. Иә, өлең айтуға болмайды. Жалпы я мен білемін, переходной возрастта адамның дауысы андай. Өзгереді ғой, бірақ кардинально. Сен типа өлең айтқан уақытта нагрузка түсіресің ғой оған, андай типа апайлар айтатын, күлмеңдер, 5 нотаға дейін көтер мына жерді деп ше. Сонда сен кәдімгі нота танисың ба? Енді нота танығанды қалай, типа мен вокалға барып оқымағанмын. Бірақ типа апайлардың айтуы бойынша бүйтіп сондай нелерім білімім бар да, сендерге қарағанда білемін әйтеуір. Минор деген не? Білмеймін оны. Сосын келесісі қалай айтуға болады? Военный адам болғам, типа. Мен военный адам. Жоқ, мені типа көбісі андай ойлайды екен, военный школды бітірді деп ше. Бұрын инстаграмға суреттер салатын, қазір енді не жоқ, ондай история актуальныйға. Біз типа Айбын дейтін республиканский не бар. Бүкіл Қазақстанның адамдары сол Қарағандыда біздің тұңғыш президенттің сондай Мен естідім бұл әңгімені. нені болатын, короче. Эксперименттер болады, короче, тауға андай танкілермен атады, в общем, сондай тема. Сол жаққа әр облыстан, короче, әр жыл сайын жазда әр облыстан 10 ұл 5 қыздан барады, короче. Ақтөбеден сен бардың ғой. Ақтөбенің атынан сол 10 адам ішінен мен кіріп барғам. Кезінде турникке тартылғам жақсы, боксқа қатысқам 2,5 жыл. Бірақ менің ерекшелігім, мен историяға салмаймын да оны. Боксқа сен весің қанша? 70 шығар қазір. Мынаны өлтіріп қоямын мен. 66-мын. Оны Смело, 10 килограмм преимуществомен. Оны ойламай-ақ қой, типа Смело. спарринг жасап көрейік дейтінді. Жоқ, негізі кім алады деп ойлайсыңдар екен. Бізде бокста болатын андай, өзіме-өзі бұрышта жүріп, натуре рингтегі боксерларға қарап, бой істене өстеп, істеп жүретіндер ше, китайский боксерлар. Рома сол китайский боксер деген. Сол сондай балдар есіме түсіп кетеді. Сондайлардан чемпион шығады ғой негізі. Мойныңда сенің күмістен алқа, мен анаяқтан келе тұр ғой рэпті. Давай енді сен тыңдайық. Айтып отыр бек. Давай. Бес, қара, міне былай тұрдасың қара. Енді қала берші, әдеп шықты.
Ишін тартып тұрсын былай. Давай осымен доғарасайық. Достар, бізде музыкалық пауза. Құлақтарыңыз әсем әнде болған шығар. Ендеше тоқтата салайық. Сен дебат ойнай бер, брат. Мына домбыраны ассистент. Достар, бізде музыкалық паузамыз ұнады деген ойдамыз. Бізде жігіттер дебат ойнаумен қатар тұнып тұрған талантты жігіттер екен. Біреуі укулеледе, біреуі қазақи нақыштағы домбыраның шебері екен. Біз достар Қалам Хайскул атты мектепке келдік. Қалам Хайскулға осындай керемет подкаст студия беріп жатқандарына көптен көп рахмет айтамыз. Қалам Хайскулда біздің режиссер Бердібек жұмыс жасайды. Видео, реклама, СММ, маркетинг жайлы сұрақтарыңыз болса, біздің режиссер Бердібекке хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз подкастымызды жалғастырамыз. Бұйырса 2 желтоқсан күні айтудан шаршамаймыз. Кереметтей теолог Темірлан Есенов пен энергалық Аралбаев Рамазанның кереметтей ойынын тамашалайтын боласыздар. Ендеше кеттік, подкастымызды жалғастырайық. Өте керемет бір тақырыпты қозғағым келіп тұр. Негізі, не үшін мен былай сөйлеп жатырмын, как будто бір телевизорда сөйлеп жатқан құсап, өзімді солай ұстай берем. Так, бір байқағаным, любой әңгімеде, темада 3 тақырып міндетті түрде қозғалады. И ол теманы қозғасаң да, адам ол сферадан хабар жоқ болса да, ол тақырып туралы әңгіме айта береді. Ол біріншісі, ол жалпы статистикалық мәліметтерге сай, біріншісі музыка, екіншісі фильм индустриясы, үшіншісі кітап. Осы 3 теманы қозғайық. Кеттік. Бірінші музыкадан бастайық. Жалпы музыка жайлы не ойлайсыздар, кімдерді тыңдайсыздар, топ 3 музыкантты айтып өтсеңіздер, немесе өздеріңізде сондай бір музыкалық қасиеттеріңіз бар ма? Соны біле отырайық. Рамазан. Андай квиз түрінде болсын, жылдам айта салайын. Біріншісі мен Аршат деген өзіміздің отандық әнші, Ақтөбенің жігіті, Ойыл деген ауылда тұрады. Мен ауылда. Тиман ауылы екен, жерлес екен. Аршатты тыңдағалы бері, Аршатты танығалы бері ең көп тыңдағаным Аршат шығар. Екінші Arctic Monkeys деген өте бір керемет группа бар, рок группа деп айтса болады, по-моему. Вот сол. Үшіншісіне давай 2 адам айта салайыншы, 2 исполнитель бола берсін, Біріншісі Молданазар, жаңа тартып берген болатын, почти Молданазар сияқты. Молданазардан көрмесін бе? Молданазар, потом Gorillaz деген группа бар, күшті тоже. Құрттың қотағы. Gorillaz деген керемет группа бар. Вот, сол менің вкусым. Все, өте керемет, рахмет Рамазан мырза. Сізді білесіз, әрқашанда сыйлаймыз. Білем. Енді, Темірлан, сен айтсаң да болады, айтпасаң да болады, мен айта бер бірақ. Топ 3 әнші. Жоқ, былай бастайықшы. Ондай болмаса. Сен жалпы ән тыңдайсың ба? Ән тыңдаймын, бірақ андай Рома құсап, Аршат шыққалы тек Аршаттың көп өлеңін тыңдайды екенмін, жоқ, ондай. Бірақ Молданазарды тыңдап өскем, негізі кішкентайымда көп тыңдайтын. Сол Молданазардың бір өзіме қатты ұнайтын бір өлеңі, Ақпен бірге деген өлең көресіңдер ма? Сол өлең темалайды. Мысалы, энергоға Жанна екеуміз Ақпен бірге деген фракция болып шығамыз. Ол серьезно. Жанна мен Алтын Сапа Ақпен бірге. Біз негізі көп турнирге шыққан мен олай Ақпен бірге деп. Қойш? 3 турнирге ма шыққан? Есімде бір ғана фракция Ақпен бірге деп шығады. Молданазардың әнінде өстім дейді. Молданазар онда пайда болған жоқ па? Или бұрыннан бері бар ма? Бұрыннан бар. Ол бар ғой, мен қателеспесем 6-7 оқып жүрген уақытта жарды қателеспесем. Сенің мөлдір көздерің деген 10 жыл бұрын шыққан уже, білген? Еркелеткен. Соңына қарай типа андай новый версиясын шығарды ма сондай бірдеңе шығарды. Білмейді екен оны. Күшті. Болды басқа андай дато өйтіп фанат етіп, типа тобырмен бірге жүретін адам ғой, типа TikTok-на неде қай өлең хит болып жатады, соны тыңдаймын, а так былай. Ана әнді тыңдап жүрмеңіз. Woman, let me be your woman. TikTok-та хит қой. Менің топ 3 артистімді айтатын болса. Қызық емес бізге. Жоқ, Вообще қызық емес.
Рамазан мырза сізге қызық па да? өте қызық. Вот бізде сыйластық бар, достар, бізде сыйластық бар. Топ 3 артисті не қылса, Бүйтіп істемесек те сыйлаймыз да бір-бірлерімізді. әрине. Топ 3 исполнительді айтатын болсам, бірінші орынға мен Джастин Биберді қоятын едім. Сол жалпы поп музыкаға өзім қатты қызығам. Биберді өстік. Кезінде Селена Гомеспен жүрген кезді былай оқитынбыз. Биберді айтар едім, соңғы альбомы вообще өте топчик болды. Қандай алды? Anyone деп аталады, шатаспасам. Айтып берейін, базар жоқ. Жоқ, Baby демес. Ол соңғы альбомы емес қой. Соңғы альбомда, например, Holy деген ән ұнады. Ладно, ол жағын кішілей етіп қатты деталь. Айтса қызық бар болмаса ма? Қызық маған. Қызық бізге, маған да қызық. Осы қызық маған. Қазір есімен түспей тұр. Ладно, Өтірік айтып болды ғой. Жоқ, мен реально тыңдадым, өте керемет альбом. Сені кеңес беремін. Биберді айтар едім. Екінші Imagine Dragons'ты айтар едім. Imagine Dragons вообще недавно Бакуда ма, шатаспасам, концерттері болды сольный. Соған қатты барғым келді негізі. Индира барды, кстати, Сириуста вообще өте. Ол кім, Дастан Аққожамен бірге барған болатын. Work and Travel. Мейлі, не суть. Типа американский едім. тыңдаймын деп отыр ғой. Жоқ, Аршат айтар едім. Вот Ақтөбені қатты сыйлаймын. Не үшін бит көрсетіп отырмын? Аршат айтар едім, я. Кітап. Сен түріңе қарасам, өте көп кітап оқыған адамға ұқсайсыз. Қандай кітаптар оқыдыңыз? Қызық. Екінші болма, ең бірінші оқыған кітабым. Қуаныш Шонбай. Иә. Одан мектеп кезде Бердібек Соқпақбаевтың өлгендер қайтып келмейді дейтін бір кітабын оқығам тоже. Одан кейін Думай богатей, Наполеон Хилл, иә. Одан кейін Самый богатый человек в Вавилоне. Думай богатей саған өтті ма? Қалай туады? Өткенде, например, мен бір андай өтіп, бірдеме алу үшін, бір инсайттар алу үшін емес. Просто маған айтқанда, типа, бір адам мотивациясы бір уақытша деп ше. Сол адам бизнес бірдеме ашқысы келіп жүрген уақытта, сондай кітаптар оқитын болса, если сол мотивациясын ұстап тұра алады ол деп адамның. Сол үшін ғана оқығам мен оны ше. Тек бірінші курсымда сол өзім бір кәсібімді аштым. Сол кезде сол мотивация жоғалып кетпесін деп, сол амал жоқтан емес, оқу керек болып оқыдым сол кітапты. А так негізі кітап оқыған жақсы көрмеймін. Бір қатты әсер берген ондай кітап жоқ па? Жоқ ондай. Бәріне кеңес беретін. Ондай кітап жоқ. Ол үшін Жарылқасын ағадай біздің ТГ-дағы сөйтіп кітап оқу керек шығар, андай изучать етіп, түсініп, кәдімгідей сөйтіп біреуге совет беру үшін. Ертең біреу жүріп, не совет берген деп мен айтқанымды ертең видеодан көріп біреу. Кейін өскен кезде өзің жайлы бір кітап, өзіңнің атынан жоқ, авторлық кітап шығарған қалай қарайсың? Негізі көп статистика бойынша реально көп адам өзінің кітабын шығарғысы келетін еді. Потому что белгілі бір тұрғыда әркімнің өзіндік өмірлік опыты бар ғой. И сен кейін салмас ба едің? Бір автобиография. Есенов, жизнь и любовь деп па бүйтіп. Ондай жерде кітапта барлығы өзінің күшті кездерін жазады ғой, тек қана. Жаман кездерін салмайды, жоқ, жаман кездерін салмайды, ол деген былай қарап тұрсаң, өтірік бояу ғой, өтірік. Ауаны теуіп, бүйту керек, сөйту керек деген сияқты. Не жазасың басқа кітаптарда? Сондай ғой бүкіл кітапта. Көбінесе основном біреуге ақыл үйретіп, кітап жазбай қойған, былай да айтуға. Жоқ, сен өзіңнің ақылдарыңды бәлкім. Жоқ, бол жазбаймын. Болды, мейлі. Рамазан мырза? Мен Тима сияқты кітап вообще оқымаймын деп айта алмаймын, себебі мен кітапты өзіммен әрқашан бірге ұстап жүремін. Бұл кітап жайлы айтып кетсеңіз, бұл кітап. Қалжың, негізі мен де көп кітап оқыған адам емес, бірақ автор маған өтті да тоже. Марк Мэнсон деген британдық негізі жас жігіт, жасы 33-де ма сондай да. Даусым слишком сексуальный болып кетті, ренжімеңіздер. Марк Мэнсон деген автор. Екі кітабы бар, жоқ, негізі 3 кітап бар, оның екеуін оқыдым, өте қатты өткен. Біріншісі осы «Мужские правила» деген кітап, екіншісі «Тонкое искусство пофигизма» деген кітап. Жалпы эмоциональный независимостьқа қалай жетуге болады, қалай андай тәуелсіз болуға болады, жалпы во всех смыслах соны түсіндірген. И
особенно универ бітіргеннен кейін шамалы тераться етесің ғой үлкен өмірде. Әркімнің успехына қарап, шамалы өзіңмен салыстырып, кішігірім депрессияға кірген кездерде көмектесетін кітап кәдімгідей андай өтірік алдау емес миды. Жоқ, шынымен түсінесің да, неге ол дұрыс емес, біреумен салыстыру деген сияқты. Сол үшін шамалы андай ішкі жан дүниеңе тыныштық сыйлайтын кітаптардың бірі ғой. Әрбір көбінесе бұл еркектерге арналған, бірақ кітаптар қыздарға да оқуға болады. Мінез еркек сияқты қыздарға деген. Жалпы барлығына советую. Екіншісі тонкое искусство пофигизма тоже. Сыбырлап отырсыңдар. Үшінші, так, екеуін айттым, Үшіншісі өзіміздің қазақи. Сөзіңізді бөлсем, мына «Мужские правила» деген кітап өте керемет екен, отношения и психология дейді. Үшінші сөз бар. Қандай? Секс. Отношения, секс, психология. Мен ондайды білмейді екем, ондай сөз қорында жоқ екен. Осы кітаптың ішінде ең ұнаған бір кереметтей алған бір инсайтыңыз бар ма? Мына кітапта оқыдым, түсіндім, яки өмірде бұл былай екен, оказывается деген сияқты бір керемет инсайтың. Мынау сіздің стикеріңіз ғой да? Менді деп ойламаймын. Мен бұл кітапты өзім оқып, Бердібек деген бауырым сұранысынан бергем ғой. Сол стикер жабыстырып қойыпты, көрейік қай жерде жабыстырды екен. Не дейді? Мен оқып жіберейін, дауыстап орысша сөйлегенім үшін кешірім сұраймын, бірақ просто цитировать етем. Влечение – это здорово, но его недостаточно, чтобы возник роман или секс. Жақсы, осы жерден қоя салайық. Бердібек біз ойлағандай пәк жігіт емес екен. Подкаст не болып кетті. Не болып кетті подкаст. Қазақша кітап соңғысы? Соңғысы жоқ, сен менің немді сұраған жоқсың ғой, инсайтымды. Инсайтымды, иә. Менің инсайтым бір ғана сөзі бар. Нақты ұмытып қалдым, но типа айтады да, өзі туралы айтады. Өмірде мен ең алған тоже ең басты инсайтым немесе сондай жетістігім дейді да. Ол мына бір идея дейді. То есть шамалы жан дүниең тыныш болу үшін, в целом бақытты өмір сүру үшін адам өзінің привлекательный екенін сезіну керек дейді. А привлекательность ол честность деп айтады. Өзіңді алдамау және айналаңдағы адамдарды алдамау. Сол кезде сен типа андай ғой, өтіріктің арты бірақ тұтам дейді ғой. Сондай болмасын деп айтқан сөз да, өте қатты өтіп кетті. Қазақшасын естіп жүрсек те, именно кітаптан оқығаным бір әдемі әсер етті. Ал үшінші кітабым кімнің кітабы екенін ұмытып қалдым, бірақ Жусанның иісі деген кітап бар. Мектеп кезінде оқығам, өте қатты андай. Мүмкін бала болдым ба, мүмкін оны қазір оқысам да сондай болушы еді, бірақ мен ол кітапты мені өмірімде жылатқан жалғыз кітап. Мүмкін содан кейін ести алған шығар. Соғыс туралы ма? Жоқ, соғыс туралы емес. Но бұрынғы тәуелсіздікке дейінгі қазақтардың өмірі бар ғой, сол туралы жазылған кітапта. Естіген бе? Өте күшті кітап. Керемет. Өте керемет идеялар. Жалпы сізге қарап кітап оқуға деген қызығушылығым арта түсіп жатыр дәл қазіргі уақытта. Сізге де кітап оқу керек, ағасы. Мен мнением саған қызық емес, Рамазан мырзаға айтайын. Ең өткен кітаптардың бірі, өте қатты кеңес беремін, ол Әуезовтің Абай жолын. Ол оқыдым дедің ба сен? Оқыдым, иә. 4 томында. Жоқ, 4 томын емес, алғашқы 2 томын оқыдым, соңына жетпедім. Бірақ мен 3 пен 4 оқыдым бе? Бас жағын айтып жіберейін, бір кішігірім қызық емес ол да. Жоқ, халыққа қызық шығар бәлкім. Ол да қызық емес. Кітаптың ең басында қайтқанда деп, жалпы бұл ненің аты, частьтың аты қайтқанда деп айтады да. Прикинь, Абай медресеге 3 жылға кетеді, и жасы где-то 9-да ма 10-да ма 3 жыл әке-шешесін көрмеді, елестетші. И ауылға келеді, и медреседен алыстан келгеннен кейін бүкіл ауылдың ағайындары киіз үйдің алдында күтіп тұрады да. И прикинь, сен 3 жыл мама папаңды көрмедің, брат. 3 жыл көрмедің. И мамаң до того қатты сағының да, мамаңа жүгіріп барып құшақтап амандасқың келіп тұр да. И жүгіріп бара тұрып, Абай бала ғой енді 10 жасында. Мамасы тұрады да, бірінші барып әжелеріңмен бүкіл сені күтіп тұрған адамдармен амандасып шық дейді ғой. Бар бәрі қайсысымен сәлемін алып амандасып. Енді мамасын құшақтайын деп жатқанда, барып анау қырдың басындағы тұрған әкеңмен амандасып кел дейді ғой. Ойға барады, Құнанбай қасына отырғызып қояды, 2 сағат политиканы обсуждать етеді. Сонымен Құнанбай айтады да, мамаң сағынған шығарсың, бар дейді да. И мамасынан жүгіріп барса, балам тоқта дейді да, прикинь. Киіз үйдің ішіне кіргізеді, нені застежканы жабады, сөйтіп барып, біз құсап там
сюсюкаться етіп құшақтап сүймей маңдайынан баласының бір иіскейді. Абай содан кайф алады, короче. И сондағы мамасының несін айтсай, что үлкендерді бірінші сыйлау, бірінші әкесінің орны бөлек екен. И реально біздің қазақтың менталитеттігінің дәстүрінің бай екенін көрсетті да. Роман сыйламайсың? Мамасының аты кім? Шатаспасам орысша деп ұсталады. Ұлжан Наурызбай. Молодец. Дұрыс па? Оқыпсың, иә. Жоқ, оны мен біраз жыл бұрын оқыдым, сол Зере шатаспасам. Сол, енді кеттік, музыканы талқыладық, кітапты талқыладық, киноны талқыладық па? Жоқ. Киноны талқыладық ендеше. Темірлан, өзіңе қатты өткен, өміріңді өзгерткен, мотивация берген, сенің итак бар мотивацияңды сол бір дәрежеде сақтап тұрған бір кинолар бар ма? Ондайды мен бір андай скучный не болып отқан сияқтымын да, типа токсик па? Жоқ, жалпы тек подкастта емес, өмірде де. Айта бер, өзің ойыңа. Жоқ, потому что өйтіп кино қарап, андай инсайт қарап кейбір адамдар болады, кино қарап даже кинотеатрға барса да кәдімгідей жазып шы, мына кино мынандай екен, мына жерінде мынандай бергісі келген екен, халыққа түсіндіргісі келген екен деген нәрселер. Ондай вообще қарамайды екен мен чисто киноны бір андай бірдеме істеген күні, бір шаршаған күні чисто демалу үшін қараймын да, иә, рахаттанып, өзіммен өзім бүкіл жаңағы соткіден не автономный қойып қойып, или не беспокоить қойып қойып, сөйтіп қараған жақсы көремін. А так былай инсайт алмайды екенмін. Енді бүйтіп есімде қалған сериал менде көбінесе основном. Қандай сериал? Острые козырьки дейтін сериал. Волчонок, дневники вампира, дейді бәрін. Запах клубники қарағам, Буракос Чевит пен Неслиханның Қара Севданы қарағам. Ешкім ойламаған. Запах клубники, Любовь на прокат дейтін турецкий сериал қарағам. В общем, көп сериал қарағам мен негізі. Турецкий, Ашық лафтан анламас. Любовь не понимает слов көргесін. Жоқ. Анау шашын бүйтіп қойып түсетін актер ма? Жоқ, ол сен не айтып жатсың? Постучись в мою дверь. Иә, ананы білемін десе ғой. болды, сол кино қарамайды екен былай. Жоқ, жаңа мен басында айттым ғой, что статистика бойынша кино, музыка, кітап адамдардың ең талқыланатын темасы депші. Ол статистикаға сен кірмейсің, брат. Рома. Мен просто біз талқылайтын заттар ақша, деньги ғой көбісі. Интернеттен сен қойшы, брат, өзің ойыңды айтшы. Жоқ, мен пафос керек емес. ондай пафос емес. Пафосный деген сайын. Мен де Тима сияқты көп вообще фильм қарамаймын. Мен өмірімде кинотеатрға қанша рет барғанымды айту үшін маған бір қолым жетеді. 5-ақ рет максимум барғам өмірімде кинотеатрға. Қызым болмаған ғой? Қызы да болмады, иә. И алдында киномания деген ба сайт бар ғой. Қандай фильм қараймын деп, топ 100 фильм за всю историю деп іздегем. IMDb. Да. Сөйтіп қарап отырмын ғой. Ананың ішінде мен 20-сын ғана ма көрген да. Өте аз көрем. Но өзімнің 3 немді айтып бере аламын. Біріншісі Оскар номинациясына 13 рет претендовать етіп, 11 рет ұтқан. Дай угадаю, Побег из Шоушенка? Жоқ. Властелин колец деген фильм. Өте керемет фильм. Екіншісі мен Тарантиноны алдында ғана көріп бастадым. Атын да ұмытып қалдым. Но нацистер туралы, және нацистерге қарсы американец, еврейлердің операциясы туралы фильм бар. Атын ұмытып қалдым, сол өте қатты өтіп кетті. Және үшіншісі Темный рыцарь. Бэтмен. Именно ана часть, которая Джокермен, мен жаңа соны іздеп отырмын, қалай айтылады ұмытып қалдым. Точно начало емес. Ұмытып қалдым, сол Джокермен часть ғой. Жоқ, Темный рыцарьдің несі режиссері кім емес па? Кристофер Нолан соның ба? Сол өзі бір ғана часть түсірген? Жоқ, 3 часть қой да. 3 часть. Иә. Соның екіншісі ғой, соны атын ұмытып қалдым. Жоқ, Кристофер Нолан как режиссер ретінде кинолардың барлығы гений ғой. Фильмдарына саундтректі просто гениальный подбор жасайды. Интерстеллардың саундтрегін кім жасайды? Мен кете берейін да. Немец емес па? Иә. Бони білесің ба? Интерстеллардың достар, официальный саундтрегін кім екенін білсеңіздер, комментқа жазып кетіңіздер. Темірлан, не әңгіме қозғаймыз? Не айтқыңыз келіп тұр? Мен кином Властелин колецті айтар едім. Властелин колец, маған жалпы сиквелдар ұнайды. Властелин колец, Гарри Поттер и жоқ, сумерки слишком драматизированный. Гарри Поттер ше.
Гарри Поттер мойшы ғой? Жоқ, Сумерки это про любовь қой, а Гарри Поттер өзінше бөлек әлем. Сен тым білмейсің. Джей.К. Роллинг бар ғой, әлемде ең мықты писательдердің бірі ғой. Бірақ анау ойынан бір әлемді ойлап тапты да, бір тілді ойлап тапты, адамдардың киімін. Әл-Фараби де ондай тапқан деп. Қайырымды қала тұрғындары деп. Сол Гарри Поттерді айтады, Властелин колец, сосын, скорее всего, не шығар? Голодные игры тоже. Жалпы мықты кинолар көп, оны айта берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Форсаж жата ма негізі киноға? Әрине, что? Форсаж қанша часть бар? 9. Біреуін көрмеген ғой. Қалай көрмеген? Форсажды көрмегенсіңдер ма? Айтып қалай жер басып жүрсіңдер? Доминик Торетто тақырбас. Танымайсың. Жоқ, танимын. Мен үшін онда Ты сказал семья, мен емес па, иә? Форсаждың Мен ол сериал деп не істеп отырмын тоже. 9 часть. 9 частьтан қай часть саған ең қатты өтті? Сол қатты өткен 9-шы шығар, потому что андай қатты өткен біз, қатты интрига қалдырған 9 ғой сол. Получается, әлі шығып отыр ма? Соңында, короче, соңында 10-шы шығып қойды осы жылы. шықты ма уже? 10-шы шығып көрген жоқсың ба не? Жоқ. Кинотеатрда болған 9 емес па? Кинотеатрда болған 10. Fast X деп тұрады, X 10. Ондан кейін әлі тағы шығады ғой. Потому что сені 10 ұнап тұрсың ғой, ұнап тұрбасың. Сонда сосын бітпей қалды соңға. Иә, потому что 8-ші серияда, 7-ші серияда өліп қалды деп біз ойлап жүрген адамдар шығады да. Бірақ қандай әлі интригада олар не ойнайтынын. Сен қазір көрмегенсің. Маған Форсаждан ең өткен бірақ 3-ші часть білесің бе? Токийский дрифт. Токиоға барып хан туралы история. Сол вообще мощь қой. Маған анау несі қатты. Мына жерге сол бір фрагментін шығарып қойдым. Тақырбасы кім еді аты? Доминик Торетто. Стэтхэм. Стэтхэм ана кімді өлтіреді ғой? Жаңағы нені китаец, кореецті өлтіреді. Откон сізде Галибаға. Содан кейін давай таластыра Айта бер. Содан кейін сол сериясы ұнайды да. Бірақ несін ұмытып қалдым частьін. Құрметті достар, біреу білсе, біреу білмес, бірақ Рамазан мырза жайлы тағы бір факт айтып кетейін. Рамазан мырза тамақты өте керемет жасайды екен. Рас па? Аспа дегенде сен менде қанша рет қонақта болдың? Мойындаймын, бұл источник өзімнен шығып тұр, өте керемет тамақ пісіреді. Кел бауырым. Қашан? Ақса 2. Қазір десең қазір кеттік. Мен дебатердан 2 керемет тамақ істейтін адамды білемін. Біреу Рамазан, екіншісі технократтық Асан. Асанның тамақ істейтінін көрсем ғой. Жарысайық батыл онда. Давай. Ерегісіне. Сен не істей аласың? Мен ролл қумай. Жоқ, базы жұмыртқа пісіре аласың ба? Бұра аласың ба? Макарон пісіре аласың ба? Сен менікін де жек көрмегенсің ғой маған. Жоқ, бүйтші онда. Тамақ істеудің бір өзінің нелері бар ғой, шақтары, пошагово неден кейін жасау керек, соны айтып берші, білетін болсаң. Мен мысалы тамақ істей аламын, мен білемін. Айтайын ба? Давай, айт. Макаронды ма просто? Иә, бір условно макарон қойшы. Бірінші ет шығарасың, морозильниктен жібітесің, етті турайсың, қуырасың. Жоқ, қуырғанда бірінші қалай болады ол? Турап, кәдімгі сұйық майын құясың. Сұйық майын құясың, қуырасың, ет саласың, астын бір нормаға қойып қоясың, одан кейін қуырасың, уже шыжғырылып жатқанда су құясың қайтадан. Сосын суға сөйтіп піскеннен кейін еттің шамалы. Енді еттің ішіне қарайсың, типа кәрі мал болса ұзақ тұрғызасың деген сияқты. шілейтіп, кәрі мал. ешкі болса да шілейтіп детальға кетпей қой. Сосын лук, картошка, морковь, там біз сосын не салатын едік балдармен тұрғанда тәтті болу үшін. Не деп еді? Саңырауқұлақ бар ғой? Шампиньон. Иә, шампиньон, короче, перец, Сен шатасып кетіп, пошагово айтсаң? Соның барлығын бірге салып. Бәрін бірге саласың ба? Лук пен картошка, сәбіз бәрін үшеуін бірге саласың ба? Саласың, араластырасың, там піседі, сөйтеді, сосын макарон саласың, үстіне жаңағы ингредиенттер. В общем, оны жек көру керек оны. В общем, біледі екен, басар жоқ. Кто деп тұрсың мен? Темірлан. Сен қандай тамақ жасай аласың? Көп жасай аламын негізі. Жоқ, ладно, айтпай жоқ, ладно, сенің уровенің повыше ғой. Плов пісіре аласың ба? Иә. Пловты мен де істей аламын. Плов иә, ол оңай ғой негізі. Плов қиын ғой. Ана суы жетпей қалса, Твой қатты потолок болып для қалады. меня пол дегенді ойлайсың ба? Для нас пол. Пловта су көп болса, там рис либо қатты, либо Жоқ, бірдей нормада құю керек қой кәдімгі. Мен шамалы 1 сантиметрге құямын да, и анау. Ну енді смотря қандай да істейсің. Шамалы үлкенірек қазан болса,
суды құямын да енді былай тесік жасап қоямын ше жаңағы база жоқ чтобы анау су не істеу үшін. Сары өзбек қой, Иә. жасыл көзді. Зира қосасың міндетті түрде пловқа. Чеснок қосасың, Чеснок просто иә қалдыра саласың. ладно біледі екенсіз Замечательно, плов айтпай ақ қоймын, мен паста жақсы істеймін. паста Иә. қамыры готовый паста ма? Жоқ, спагеттимен. Несін сатып аласың ба, андай жаңағы Шампиньон сатып аламын. ингредиенттерін тоже. Ингредиент Мен де істеп болғанда несін сатып аламын жаңағы? коробкада тұратын жаңағы. Клейгей не деп айтушы еді орысша? Не деп айтушы еді орысша? Не ғой, сливочный, короче. Сливки, иә. Сливки. Сливкимен. Мен де істеп көргенмін. база жоқ брат көріп бестім Мен бармын ғой деймін. не қамыр не істей аласың ба? Оны қолмен істемейсің. Мен үйде. жоқ қамыр илей аласың ба? Илей аламын. еркекші Еркекші. респект сен әйеліңе Қатын болатыңыз екенсіз. Қатын болған жігіт екенсің. Мен илеуші едім, үйде оқтау жоқ. не каблуктың қазақшасы қалай еді? Тақа. есіме түсіп кетті жай соны сөйлесең Иә. жоқ өте ол негізі жақсы нәрсе Иә, ол ұят емес зат. иә ол ұят емес ешқандай сен конкретно тәуелсізсің өзің жасай аласың өзің Тәуелсіз Қазақстан тұрып отыр. сен не пісіре аласың тағы темірлан істей алмайтын затың бар ма? Айтшы, мен істей Ой, аламын. мен айтамын ол любой зат пісіре беремін деп айтасың. Жоқ, мен ондай емес. ол мойындайды еркек қой ақтөбе ғой Жоқ, просто қара. Пловты мен де пісіре аламын, ол да пісіре алады да, бірақ менікі вообще дәмді болуы мүмкін да, түсініп тұрсың ба? Менікі уровень дәмді болып левел Любой затты екі адам Менікі пісіре алады. дәмді болып қалуы мүмкін да. Оны ондай. Сен де бір әйелді жауап мен айтамын айтамын деп да. ойлауың мүмкін, бірақ мен өтіп Иә, ол да бар. Ол үшін біз жиналуымыз керек. Дебат Асанды да алып кел. жоқ бүйтсек достар Дебат шоуда мен сені бір ұтайын, сосын хотя бы жоқ дебат шоуда сендер дебат ойнаңдар да дебат шоуға дейін екеуің бір тамақ істеп төрешілерге әділқазы алқасына беріп олар Энергокап бар ғой. жүрейік сол бүйтіп рамазанның тамағын сағырамыз. Бұның артында Темірлан да бүйтіп. жоқ зато оған бір очко берейік та Жоқ. тема Жекет Сұлтан. Моды көрсетейік. өнерлерді көрсетіңдер тамақ істеңдер көйлек киіп шықса Дебат шоудың сол бір Жігіт Сұлтан қылып өзгертіп жіберейік та онда. мейлі не ат не еді не ё-моё Моцарелла галбаны істей аласың. Галбаны, моцарелла. Мен мысалы соны істеймін. болды жігіттер осымен толғарайық моцарелла галбани деп Бәкизdak деп өткен кезіз. Орып қойған сияқты. Алып тұрған ғой, істің бар алып тұрған. Или бере тұрған еш біреуге. блин бір сөз бар еді постоянно грамматикасына қиналамын мен орысшада қандай сөз еді ё-моё Не да утолелала. Кстати, мен Мохито ма? үйіме келген адам шкафты мен ашып қалған кезде просто құлап түседі, потому что менің шкафымда 4 түрлі сироп тұр да. 4 түрлі сироп. Шыққасын кетті. Мохито, лимон, манго, маракуйя и төртіншісі, короче, қандай еді, ұмытып қалдым, қызыл, короче. И мен үйде лимонад істеймін. Жаз бойы менің дос балаларым менің үйімнен шықпайды лимонад ішу үшін. Одан бөлек мен оны шайға қосам. жоқ ол лимонадтың особо бір істейтін ешқандай Оны айтқасын, ішіп көру керек правила та. жоқ қой жоқ оны готовый нені аласың 2000 теңгеге сарыағашпен сарыағашпен араластырасың мұз қосасың Немен? сарыағашпен Вот осы жерде қателеседі. Дипті макинадан су ішіп жүрген бала дешейші. Нағыз лимонадтың мастері сарыағаш емес, спрайт қосу керек екен біледі да осы жерде. енді сіздің дәрежеңіз әлде қайда Сен жоғары әлі күнге дейін раковинадан су ішіп жүрген баласың. жоқ бізде фильтр орнаттық қазір 300 000 теңгеге фильтр бар кәдімгі бүйтіп ашасың су шығады тап Раковина ғой ол да. Былай ма? не кстати рома шашлык жақсы істейді өте Мен де істей аламын. бәрі мықты екен бәрі керемет ертең көреміз иә мен макарон жақсы істеймін болды қолыма тек сол келеді не жаңа әділқазы жайлы әңгіме кетті ғой білесіздер бізде кстати құрметті достар дебат шоуда біз әр жылы біз енді энергодебат клубы ұйымдастырушылардың қатарынан болғаннан кейін жоқ бір ғана ұйымдастырушы болғаннан кейін бізде 4 төреші де өзіміздің энергалық аға буындарымыз ата буындарымыз болады бірақ бұл жолы энергоның атына Рамазан мырза шығып тұрғаннан кейін және Темірлан да энергалық адам екеннен кейін бізде 4 төрешіміз де сыртқы дебатта өз орнын көрсеткен аға буындар болады ол кісілерді подкастта айта салған қате ма? Жоқ, қате болады. Өзгеріп кетуі де мүмкін өте дұрыс сондықтан айтпай қойық бірақ 5-ші төреші білесіңдер халық болады сондықтан осы теманы қозғап кеткім келеді
энергода Рамазан мырза условно жаңағы неден голосоваяны ұтылып қалса, бізде жоқ, бізде энергода болғаннан кейін бізде фан зона мен ойымша нормально болады. Бірақ Теода мыңғырық адам, как алтын сапа сияқты не. И именно осы батл бір мощный батл болайын деп тұрған сияқты. Мен олай ойламаймын. Тым проблемасыз 100-3 ба ататын сияқты. 100 адам керек деп ойлайсың ба? Жоқ, 100 адамнан да көп береді маған мен үшін. жоқ WhatsApp-пен тарату болмасын? Жоқ, ондай болмайды, залда отқан адам. Жоқ, WhatsApp-пен тарату болмайды. Неге дейсіңдер ғой? WhatsApp-пен таратқанда ар жақта бізде менің ойымда әлі бәлкім реализация болмай қалуы мүмкін. Бірақ WhatsApp-та условно Telegram-ға сондай опростар болса, жуынбағасы ма, шыбындар қонып отыр. Не, ол жақта резко 2-3 секундта елдер бар, туысқандар группасын жіберіп кетуі мүмкін. Біз үлкен бір QR код создать етіп, сол жақта отырғандар ғана кіріп оценка бере алады. Ойында сондай бір идея тұр, бірақ реализациясын білмеймін, мүмкіндік болса жасаймыз. QR-ды түсіріп тоже жібере алады ғой WhatsApp? Жібере алмайды. Не үшін жібере алмайды? Жібере Типа алады. мысалы CSGO-ға барғанда білесің ба, CSGO-ның QR-ын істей алмайсың ғой, сен суретке түсіріп мәстеп жүрші деп. Сондай қылып істеуге болады. QR көру керек. Мысалы Каспийда Дарды айтишниксіңдер ғой енді, осыны істесеңдер шаңын. Ол проектпен айналысып жатыр, қазір балдар. фича деп қойды. Біздің фичамызды айтып кетеміз осы жылғы. Аслан істеп жатқан, айтып кетейік. Онда бір керемет эксклюзив болсын. Достар, білесіңдер, бізде энергодебат шоу, дебат клубының ұйымдастыруымен дебат шоу деп әдемі келтірейін. Әр жыл кубок болатын. Кубокты басында бір кішігірім мынандай кубок болды. Ол қазір шатаспасам Ерғалиде ма, Ташкеннен, короче, бізде отқан Ерғалиде шатаспасам. Содан кейін біз жаңа бір кубок істеттік. Ол кубокта Ерғали абсолют чемпион болғаннан кейін Ерғали мырзаға подарить еттік. Залында үлкен гарнитурында дәл ортасына қойып қойыпты. Енді бізге жаңа бір идея келді. Осы жолы дебат шоу, бұл енді бір екі спикердің батлы, якобы кішігірім UFC болғандықтан біз сендерге арнап кішігірім дебейт шоу чемпион деген пояс жасап жатырмыз. И мен екеуіңнің, жоқ, екеуің демей ақ қойын, Рамазан сен ұтқан кезде мен артыңнан барамда, тура Дана Уайт құсап арқаңнан кигізем. Осы моментті өтініш СММщиктер запечатлеть. Ол кезде Тиманың айтатын сөзі. Maybe not today, maybe not tomorrow. Maybe not the next month деген есімде жоқ па? Ладно. Мен размерімді жібере саламын да. Жібере сал, я бүк сенің размерің. Белім қанша болды. 60 қой мен, 90. Қыздардың фигурасы. Базар жоқ екен, брат, фигура. Жалпы, осымен, осы локациядағы немізді бітірейік. Өзіміздің подкаст студиямызға оралайық, келесі бөлмеге шақырам сендерді. Рахмет жігіттер, өте керемет бір подкаст болды, жақсы әңгімелер кетті. Енді Рамазан, неге дебат шоуға сенің выступленияңды көру үшін адамдар келу керек? Қандай бір вау эффект бере аласың? Сенің орныңда, негізі сенің орныңды басатын незаменяемых нет дейді ғой. Өте керемет спикерлар бар. Сенде сондай бір керемет шанс туып тұр қазір өзіңді көрсетуге. Осыны қалай қолданар едің? Қазір дебаттағы поэзия мен өзімді ең свободный дебатер ретінде сезінемін. То есть ешқандай жасандылықсыз, как есть, солай жүремін. Дебат шоуда да примерно менімен универдің сыртында, дворда тұрып қалай әңгімелесесіздер, примерно өзімді солай ұстауға тырысамын. То есть барлығы по кайфу, комфортно болады. То есть қашан выступление комфортно болады, когда ол адамды түсінген кезде как будто сонымен әңгімелесіп отқан сияқты химия болса, сол кезде өтеді адамға. И мен сондай выступление жасауға тырысамын. Конечно, андай боқтамаймын деп те айта алмаймын негізі. Аз боқтаймын. Тырысамын. Иә, тырысамын аз боқтауға. Но и без мата мен свободный бір әдемі дебат көрсетемін. И мынандай зат қой, мен дебат шоуды енді организатор болғаннан кейін біз бүкіл дебатерларды көріп жүрдік та осыған дейін дебат шоуда болғанша. И мен олардың барлығын бүйтіп ойланамын, мен мынандай зат істегенде күшті болады еді, мынандай болғанда күшті болушы еді деп. И мен сол өзімнің жинаған бүкіл минустарымды өзімде қателікпен жұмыс ретінде көрсетіп, негізі дебат шоудың выступлениясы қандай болу керек, соны көрсеткім келеді. Өзіміздің кухня болғаннан кейін мен бүкіл қыр-сырын білем, сол үшін деп айта аламын.
өздерің не күтесіңдер соны өзің. Иә. Халық шоу күтеді, шоу көрсетесің, қызықты аргументтер, қызықты ойлар болады. Барлығы болады деп ойлаймын. Мен ешқандай күмәнім жоқ негізі. Иә. Еще деп Тима екеуміздің бір күшті неміз болып тұрды. Алдында Тимамен де жеке сөйлескен кезде ол да айтып қалды. Маған по идее андай жеңіс қатты важно емес деп ше. Маған да шынымен солай. Ой, ертең мысалы мен Тиманы ұтсам, Тиманы ұттым деп мақтанатын жігіт емес. И Тима мені де ұтса олай мақтана алмайды да, Романы ұттым деп ше. Екеуміз де бір андай бір абсолют емеспіз ғой. Екеумізге ортақ бір тема болып тұр да, ортақ құндылық деп айтайыншы. Қызықты ойын деген. И сол маған көмектеседі. Бұйырса сондай қызықты ойын күтеміз, Тима. Мен көзқарасым өзгерді деп секіріп кетсең. Жоқ, шынымен, потому что оказывается біздің теологтардың дебат шоудағы шабысы дей ма, неудачный болып та көбісінікі да. Бірінші шабысынан қадалған екен. Оказывается соны бір алдында айтып болды да біздің клубтың аға буындарының. Бастапам келатыр. Сондай мүмкіндік туып тұр екен, енді ергезегі үште ғой деп. Бізде Нұрсұлтанмен арқата қашқан жоқ па тек. Короче, көр деді ғой до конца. Осы неде. Енді не үшін келу керек дейтінге бірінші ол шоу, екінші ол дебат ойын процесі ғой енді. Бірінші ойын процесі жайлы айтатын болсақ, қазірдің өзінде жаңа өзің айтып отырсың ғой, LD-нелерін жібермей жүрген типа. Ну енді солай айтатын шығар мен де, но мен өзімде де тоже андай. Нұрсұлтан Шипаттардың деңгейіне әлі жеттім деп айта алмаймын. Мен ол турнирлердің барлығына адамдар мені сондай ойлайтындай дәрежеге ешқандай дайындықсыз Дугласпын ғой, ойындардың барлығын приколдар болсын, басқаның болсын, нақаду шығарып, сөйтіп ойнап жүріп, сондай адамдардың несін жинадым да, по идее ше. Мына неге тақырып тоже өте қызықты. Айтпаймыз. Дебат-шоуда көресіңдер, өте қызықты. Екеумізді негізі екеумізге арналған, реально Бекаға рахмет, тема шығарған. Ондайың жоқ еді. Сол үшін дебат шоуға тақырып үшін келу керек сияқты менің ойымша. Сол потому что тақырыпты екеумізді сол теманы күшті ашамыз деп ойлаймын. Сол ойында кәдімгідей алдын ала дайындалған приколдар, біздің приколдар өтпей қалуы мүмкін емес, потому что екеуміз де бір-бірімізді жақын танимыз да, уже не өтеді, екеуміздің андай мен типа Романың приколын айтқан кезде Рома мындан бостан бос айттым дейтіндей андай болады ғой ше. Ол маған прикол айтқанда мен де мындан бостан бос айттым дейтіндей приколдар болады. Уже дайындап қойдым мен. Позиция таңдаған жоқпыз, бірақ әлі уже дайындап қойдым мен. Сол үшін келу керек. Қалай ойлайсың сен дебат шоуда ұтсаң саған бірінші болып андай кім қамшы тастайды саған? Типа саған біреу враждағандай бар ма? Сені біреу отқысы келіп жүрген адам танисың ба? Білмеймін ондай. Бетіме келіп айта алмаймын. Біздің поколение тастайтын сияқты. Құбылалар, дәулеттер. Тастасын. Құбылада шанс көп қой, тастаса. UIB-де қайталап жібереміз ба? Болады, по идее. Сендер үшін де жақсы ғой. Жоқ. Пока Роман ұтып алшы. Сол ойын процесс үшін келу керек деп ойлаймын, ал сосын көбінесе Теоны бізде енді құндылықтар мықты сақталған, клуб ретінде тоже мықтымыз да, енді оны мойындау керек. Мойындайсыңдар ма? Иә. Мойындау керек. Сосын бізде көбінесе ондай шоуларға, жамал ол жағынан келгенде көбісі ойлайды, Тео, СДУ деген сияқты клубтар көбінесе хромат етеді ондай нәрседен, скучный клубтар, бәрі қызыл галстук тағып жүреді, ондай қыздарны бүйтіп деп айтады. Но ол бар, но мен ол клубтың ішіндегі тоже бәрі айтады, Теоның исключениесісің ғой, екінші Нұрсұлтан Нұрсипатсың ғой сен деп ше, негізі. Сол үшін күтеміз. Сол үшін шоуға келу керек деп ойлаймын, потому что мен де жаңа Рома сияқты, бүйткенде қызық болар еді, бүйткенде сондай болар еді деп. Біз екеуміз де билемейміз ғой да, ондай флешмоб, ондай сцена қоймаймыз, но бізде қызық болады. Біз сразу айта саламыз да не оны? Басқаша қызық көреміз. Жоқ, не болатындығын адамдар қызық болу керек. Қызық болу керек. Билемесеңдер де басқа альтернативамен толтырасыңдар ғой. Өте көп. Би деген негізі ең әлсіз выход. Өлең айтамыз десең де. Өлең айтамыз. Жоқ, келісесің ба? Қазір алтын сапалықтар қазір алтын сапа ренжімеңдер. Бірақ келші, би деген ең әлсіз шоулардың бірі ғой, Просто сен келіп Жоқ, сен қазір былай айтып жатсың да, брат, би деген өте әлсіз. Ол өйтіп біреудің еңбегін істеген болмайды шығар. Еңбек ол бөлек әңгіме. Екінші сен қазір айтып жатсың да, би деген слабый деп. Типа, би слабый болса, Ромада қандай выступление болады деп, ертең ожидание, реальность болып тұрмас? Жауап беремін өзім. Жоқ, ол да біреудің еңбегі ғой, по идее. Әрине, алтын сапа көрсетті ол левел қалай болу керектігін. Мен мойындаймын алтын сапаны. Серьез көрсетті мен үшін.
алтын сапада би болған жоқ қой негізі. қалай би болған жоқ? Алтын сапа қандай көрініс шайқаспен Жоқ, сол өтті ғой. Жоқ, согласен, там сендер оны би үшін сақтаған жоқсыңдар ғой, қылыш тасқан үшін, сальто жасаған үшін естеріңде алдыңдар. Серьезно, би өтті дей ма? Өтті. Көз алмай қарады. Бері қарасам алдын қаратты отырған ғой. Сондай сол үшін келу керек, оның барлығы интрига болу керек қой, сондай по идее. Просто сондай ожидание қойып келдіңдер дебат шоуға. Я достар, Короче, соңғы болған дебат шоулардың өзінде аудитория біраз толды ғой. Иә. Одан да қатты аудитория толтырайық. Не только дебатерлар мына подкасттардың историямызға салып атсақ, типа былай өмірдегі достарымыз да қызығатын болса, дебаттың тек айқай, тек андай біліммен, тек білімділер жүретін біз сияқты шамалы жарты бастарында жүретін жер екендігін көрсетіп, біз де бірдеме дәлелдей алатынымызды түсіндіргім келеді. Сол үшін не только дебатерлар келсін, бәрі келсін, короче. Я достар, шынымен екі керемет спикер, екеуі де өте фан дебаттың аталары емес, қазіргі лидерлары. Қарар өте қызықты шоу, өздері айтып отыр, ожидание қойып берді деп ойлаймын. Барлықтарыңызды күтеміз, келіңіздер, өте керемет болады. Осыған дейінгі бұндай дебат шоу сіздер көрмейсіздер. Мынаны көрмесеңіздер, потом бітті. Вообще дебат шоуды көрмей қойыңыздар деп сендерге жестко реклама жасап Айта салайын. Типа соңғы дебат шоулардың тақырыптары андай болды ғой. Үлкен қаладан кіші қаланы есінен істеу үшін немесе ұл өмір сүрген қиын деп. Сондай болды да көбінесе. Енді мына тақырып мен айтайын. Яйбидеде болған жоқ, мынандай тақырып бар ғой, тақырып. Каталог тақырып. Енді ол сен тақырыпты өзің білесің. Рома екеуміз ойнаған үшін екеумізге қарап сенің ойыңа тақырып шыққан сияқты негізі. Осы екеуіне осы тақырып болады-ау дейтінше. Сол үшін тақырып енді патолог болады. Сол үшін келіңдер. Поэзия тақырыпқа біздің бүгінгі подкастымыздан спойлер бар ғой. Иә. Қандай? По-любому Қандай деген несі? Мен өзім ойланып қалдым, қандай спойлер айттық деп. Үйге бар ойлансың. Ладно. Ендеше давайте соңғы сөзден постоянный рубрика «Цитата дня». Тимадан баса бер, менде цитата жоқ. Тима айта берші. Вообще жоқ па? Жоқ, короче, бұл не үшін? Қазіргі нелерде андай тенденция шығып кетті ғой. Каптардың артында, типа, үкімет оппозицияның артында сөз бар деп. Но не факт, что сенің сөзің шығады, понимаешь? Смотря қандай уважение бар, сонша қағаздың артына сенің цитатаң Ромеке деп жазып қойды нәрге. Тима айта берсін, ойланып көрейін. Менде мынандай қатты ойландырып тастаған бір не бар, цитата. Андай дейді да, естен кетпес күндерді естен кетер, ес кіріп, немесе ес кіріп. Түсін ба? Естен кетпес күндер естен кетпес күндерде естен кетер, ес кіріп, немесе ес кіріп. Жоқ, мен түсіндім. Енді кішкене ашасың ба, қалай болса. Ол деген цитатаны ашпайды ғой. Ол әркім өзіне там болған ситуациясына дұрыс айтасың ба? Болды ма? Бұны үкімет оппозицияның артына қоюға болады да. Ес кіріп ұтылғанын ұмытып кетеді да сонда. Машалла. Рамазан. Білмеймін, ондай цитата ойлап таппадым. Дебат шоуға келіңіздер, менің әрбір сөзім цитата болады, әрбір әріпім мағыналы болады. Болейте за меня. Қолдандар, келіңдер, әрбір сөзімді жаттап алыңдар, видеоға түсіріңдер, үйге барып қарап отырасыңдар. Мен Зеки дарабоз деді ғой. Сен ана цитатаны айтамай деп ойладым. Maybe not today, maybe not tomorrow дейді. But one thing is true. I'll be champion one day. I promise. Ау? Мен цитата емес, бұл как не сияқты, мәтел ма? Мен бір жерден цитата деп айта берейікші. Самое лучшее время посадить дерево было 50 лет назад. Самое лучшее второе время это сейчас дейді. Түсіндің ба? То есть, түсіндіріп кетейін, мен түсіндірем цитатаны. Например, көп адамдар өзіне загоняться етеді, блин, мен деген мысалы там программированияда ағылшын үйренуді бұрыннан бастауым керек еді, қанша уақыт құртып алдым деген сияқты. Но сен 20 жылдан кейін өкінгенше, что сен қуануың керек, что хотя бы сейчас осознаешь. И сен қазір бастасаң, кейін 10 жылдан кейін өкінбейсің да, короче. Түсіндім ба, брат? Все, аяқтай берсеңіз болады. Все, құрметті достар, сіздерді күтеміз. Өте қызықты ойын болады, естен кетпейтін. Сіздермен бірге болған бүгін оң жағымда энергалық Аралбаев Рамазан. Деп камераны алдың ғой да, кеп тұрған. Сол жағымда отқан менің бауырым ақтөбелік теолог Темірлан Есенов. Және Тұраров Бексат. Осымен, рахмет.
дебат шоу істедік